Баршаңызға күн сәтті өтсін. Сіздерге өте дәмді, жұмсақ болып шығатын осындай қуырдақтың рецептімен бөлісемін. Картошкаларыңыз езілмей, өте дәмді болып шығады. Осылай жылқы етінен жасайтын боламыз. Видеоны қарамас бұрын менің арнама тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Сіздер үшін өте көптеген пайдалы, оңай рецепттер бар. Арнаға кіріп, қажетті рецепттеріңізді көріңіздер. Картошкаларымызды қабығын ашып аламыз. Және де видео сіздерге пайдалы болса, пікір қалдырып, лайк басып өтсеңіздер. Еңбегімді кішкене осылай бағалап кетсеңіздер, қуанып қалар едім. Және де бір дана пиязымызды да ашып аламыз. Тазалап жуып аламыз. Қазанымызды отқа қоямыз. Қажетінше сұйық май құямыз. Май қызамын дегенше осы жүректерді тураймыз. Осылай бөліктерге бөліп аламыз. Келесі қолқанында тураймыз. Келесі бүйректі тураймыз осылай. Бізде майымыз қызып қалды. Қызып тұрған майымызға қуырамыз. Екі бетін қызартып қуырамыз. Етіміз қуырылып жатқан кезде пиязымызды майдалап турап аламыз. Келесі кезекте пиязды қуырамыз. Пияздарымыз қызарып қуырылғанша картошкаларымызды осылай кішкене ірілеу етіп тураймыз. Осылай барлығын біріктіріп аламыз. Келесі кезекте бауырды тураймыз. Пиязымыз осылай қызарып қуырылған кезде картошкамызды қосып араластырамыз. Қуырған кезде тез араластырып қажет емес. Осылай кішкене күтсеңіздер қызарады, содан соң араластырамыз. Дәміне қарай ас тұзын қосамыз. Бір араластырып жібереміз. Ең соңында бауырды қосамыз. Біркелкі араластырамыз. Бауырды соңында қосқан себебіміз бауыр тез піседі. Кез келген қонақтарыңызға, отбасы мүшелеріңізге осылай дәмді қуырдақ жасап беріңіздер.
Қуырып болғаннан соң қақпағын жауып, отты төмендетеміз. Біршама уақыттан соң қуырдағымыз пісіп шықты. Өте дәмді, жұмсақ болып шығады. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Ал енді ыдысымызға саламыз. Осылай ас көктермен әсемдеп жіберсеңіздер болады. Неге өте дәмді, қызарып, жұмсақ болып шықты.